Сәлеметсіздер ме? Мен Арыс қаласындағы номер 17 колледждің тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығының арнайы пәнінің оқытушысы Қалмұрзаева Зылиха Абдуқызы. Бүгін сіздермен тігін өндірісіне арналған материалдар пәнінен маталардың қасиеттері тақырыбында сабақ өтеміз. Сабақтың мақсаты маталардың қасиеттерін таныстыру, матаның қасиеттеріне сипаттама беруді және ерекшелігін талдауды үйрету, студенттердің шығармашылық белсенділігі мен логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Сабақтан күтілетін нәтиже маталардың қасиеттерін біледі, матаның қасиеттеріне сипаттама береді, матаның қасиеттерінің ерекшелігін талдайды және өз бетінше әрекет жасайды, нәтиже көрсетеді. Сонымен сабақ мына жоспармен өтеді. Маталардың қасиеттерін туралы мәлімет береміз, матаның қасиеттерінің сипаттамасы, матаның қасиеттерінің ерекшеліктерін талдаймыз. Матаның қасиеттері оның талшықтық құрамына және шығу тегіне байланысты. Матаның сапасы оның барлық қасиеттерінің жиынтығы. Мата сапасына талшықтың ұзындығы, жуандығы, жіңішкелігі, мықтылығы, жұмсақтығы, иірілу секілді қасиеттер әсер етеді. Маталардың қасиеттері органолептикалық, яғни қолмен көру, сезіну әдісімен және лабораториялық әдіспен анықталады. Матаның негізгі қасиеттері оның сыртқы келбетіне қатты әсер етеді. Сонымен қатар бұйымды пішу, тігу барысында міндетті түрде ескерілуі тиіс. Матаның қасиеттері былай жіктеледі: геометриялық қасиеттер, физикалық, гигиеналық қасиеттер, механикалық қасиеттер, технологиялық және оптикалық қасиеттер. Матаның геометриялық қасиеттері киімнің эксплуатациялық көрсеткіштерінің қатарын анықтайтын болғандықтан тігін өндірісі үшін маңызы өте зор. Геометриялық қасиеттер материалдың қалыңдығын, енін, ұзындығын және салмағын сипаттайтын тоқыма материалдардың қасиеттерін айтады. Қалыңдық матаны өлшейтін құралдар белгілі бір қысымда өлшегіш құралмен жоғарғы беті мен теріс бетінің ара қашықтығы матаның қалыңдығы болып есептеледі. Киім бөлшектерін пішу кезінде материалдың қалыңдығы тікелей әсер етеді. Мысалы, төсемнің көлемі 12-ден 150 қабатқа дейін жетуі мүмкін. Матаның ені маталар 75-250 см ендікте болады, бірақ әр матаның өзінің енінің шегі бар. Яғни мақта матасы орта есеппен 80 және 120 см, зығыр матасы 80-140 см, жібек 90-110 см дейін болса, жүн 70 см-ден 160 см дейін ауытқиды. Енді матаның ұзындығы. Тоқыма маталарының ұзындығы дегеніміз бір кесек қиықтың немесе басы мен соңының арасындағы ара қашықтықты айтады. Әдетте тоқыма материалдарын тасымалдау үшін салмағы мен өлшемі бойынша қолайлы кесектерге қалыптайды. Жүн матасының кесегі, яғни рулонның ұзындығы 30 метрге жетсе, жібектікі 40 метрге дейін жетеді. Мақта мен зығыр матасы 40 метрге дейін шекте болуы тиіс. Физикалық, гигиеналық қасиеттері. Физикалық қасиеттері гигроскопиялық, барлық өткізгіштік қасиеттері, электрлену, жылу сақтағыш қасиеттері жатады. Келесі матаның механикалық қасиеті, яғни матаның қысымға, салмаққа, үйкеліске төтеп беру, яғни беріктігі, қыртысталуы, қатпарлануы, бұның бәрі механикалық қасиетке жатады. Беріктік бұл матаның жыртылуға қарсы тұру қасиеті. Матаның беріктігі талшықтың беріктігіне, немесе талшықтың өріміне, өңдеу сипатына байланысты болады. Қыртысталуы матаны қысқанда немесе қысым түсіру кезінде пайда болатын ұсақ қатпарлар. Қыртысталуы талшықтардың серпімділігі мен икемділігіне және жіпті иіру дәрежесіне байланысты. Келесі маталардың оптикалық қасиеті. Оптика дегеніміз бұл көзбен көру, яғни матаның оптикалық қасиеті оның түсінің өзгеруін айтады. Оған матаның түсі жылтырлығы, ақтығы, жарты, сіңіруі, шағылысуы және мөлдірлігі жатады. Кей жағдайда мата күн көзіне шыққанда түсі ағарып, ашылып, ашық түсте көрінсе, керісінше ғимаратқа кірген кезінде мата күңгірттеніп немесе қоюланып қанық болып көрінуі мүмкін. Матаның жоғарғы беті жарыққа шағылысып, көзді тайдыруы мүмкін, немесе шағылысу арқылы түсі өзгеріп көрінуі мүмкін. Бұл оптикалық қасиетке жатады. Келесі кезеңде мен сіздерге практикалық жүзінде көрсетейін матаның қасиеттерін. Енді сіздерге шағын тәжірибелік жұмысты көрсетейін.
Бұл жерде біз екі түрлі материалдың қасиеттерін қолмен, яғни органолептикалық әдіспен талдап көрейік. Мен бұл жерде қарапайым табиғи талшықты шыт матасын алдым және синтетикалық, яғни химиялық талшықты материалды алдым. Табиғи талшықты шыт матасы геометриялық қасиетіне тоқталатын болсақ, ұзындығы, ені, оны біз тек қана ұзындықпен енді өлшей аламыз, ал салмағын және тығыздығын өлшей алмаймыз. Көзге көрініп тұрғандай бұл материалдың тығыздығы өте төмен, яғни арасы селдір көрініп тұр. Және физикалық қасиетіне тоқталатын болсақ, физикалық қасиетіндегі біз ұзаруы, серпімділігін тексеріп көрейік. Мысалы, тікесінен материалды тартқан кезімізде материал созылған жоқ. Көлденеңнен тартқан материалымыз, міне бар күш салып жұмсаймыз, күш жұмсасақ, созылды, бірақ қайта қалпына келіп тұр. Немесе мүлдем созылмады деуге де болады. Көлденеңнен қиғаштап алып созып көрейік. Қиғаштап созып көрдік. Бұл тағы да созылған жоқ. Яғни бұның физикалық қасиеті созылымды емес, төмен деген сөз. Бұл материалда технологиялық қасиетке келетін болсақ, бұл материал өте жеңіл тігіледі, әлі қиылады. Қайшымен қиғанда да бұл мата селдіремейді, мата әдемі қиылады, тіккен кезде де тігісіміз өте жақсы тегіс түседі. Яғни технологиялық қасиеті өте жоғары деген сөз. Енді механикалық қасиетіне тоқталып көрейік. Механикалық қасиетті біз қолмен ғана, жай ғана былай омаждап, мыжу арқылы байқап көрейік. Мен қолыма қатты қысымға ұстап тұрайын. Негізі бірнеше минут ұстап тұрса да болады. Мен жай ғана минутқа жеткізбей ұстап көрсетейін сіздерге. Енді ашып қарайын, мінекей матамыз омаждалып қалды. Яғни механикалық қасиеті өте төмен деген сөз. Енді материалдың оптикалық қасиеті, бұл оптикалық қасиет төмен, себебі бұда жылтыр жоқ, ешқандай жылтыр жоқ, бір тегіс етіп боялынған. Күлтеленуін немесе бүрмеленуін тексеріп көрсек, күлтелену дегеніміз ол матаның бір биіктіктен төмен түсіп тұрғандағы майда бүрмеленуі. Бұл жерде біз манекенді қолданайық. Манекенге мен жай ғана матаны түйреп қояйын. Бұл муляж әдісі емес, жай ғана мен матаның қатпарлануын немесе бүрмеленуін сіздерге көрсеткім келіп тұр. Мінекей. Матамыз, табиғи талшықты матамыз. Бүрмеленуі қатқыл мата болғандықтан үлкен ғана қатпар түседі. Мінекей, үлкен қатпарлар түседі. Бұл мата төгіліп тұрған жоқ. Форма сақтайды екен, форма сақтап тұр. Мінекей, формасын сақтап тұр. Яғни күлтеленуі, бүрмеленуі аз деген сөз. Бұл табиғи талшықты материал. Енді бұны қоя тұрайық. Келесі кезекте синтетикалық талшықты, яғни химиялық талшықты материалды талдап көреміз қасиетін. Бұл материал геометриялық қасиетіне қарасақ, ұзындығымен көлденеңнен өлшей аламыз қолмен. Қалыңдығы қалың кәдімгідей. Табиғи талшықты матаға қарағанда қалың. Арнайы аспаппен өлшенеді ол. Енді гигиеналық қасиетіне тоқталатын болсақ, гигиеналық қасиеті өте төмен бұл материалдың. Себебі бұл материал ауа, ылғал, суды өткізбейді. Тығыз тоқылғандықтан өткізбейді. Денеге терді сіңіру өте төмен бұл материалдың. Созылымдылығына келетін болсақ, материал барлық жақтан созылып тұр. Тікесінен де созылады, салмақ салған кезде. Көлденеңінен де созылады, мінекей. Созылады, қайта орнына келеді. Себеп бұда синтетикалық талшық, яғни резинке талшықтар басым болып тұр. Көлденең жаңа қиғашынан созатын болсақ, тағы да созылып тұр. Бірақ артықшылығы қайта орнына келеді, қайта орнына келіп қалады екен. Және мен көріп тұрғандай мата қатты ширатылады. Қатты ширатылып тұр. Матамыз қатты ширатылып тұр. Енді механикалық қасиетін көрейік. Табиғи талшықты материалды қалай көрсек, бұнда солай қолмен омаждап көрейік. Қолмен омаждап, салмақ сала отырып, бірнеше секунд немесе минут ұстап тұрамыз. Сонымен жазып көрейік, мінекей. Ешқандай із қалған жоқ. Яғни
механикалық қасиеті өте жоғары деген сөз. Ешқандай мыжылған жоқ, теп-тегіс болып шыға салды. Технологиялық қасиетіне тоқталатын болсақ, бұл матаны қию және өңдеу өте күрделі. Себебі бұл матаны ширатылғандығынан, ширатылып тұратындығынан қиып жатқанда бұл матаның қиықтары ширатылып жатады. Және электрлену қасиеті жоғары бұда. Бұл денемен жанасқан кезде бұл ток пайда болып денені шымшиды, яғни электрленеді. Тігілу кезінде де дәл сондай. Себебі бұл матаның түгі бар, азырақ. Оң бет мен оң бетін беттестіріп тіккен кезде мата сырғиды. Мата сырғып, тігілуге қиындық тудырады. Оптикалық қасиеті бұның түсін өзгертеді. Жарықтың түсуінен беті шағылсады, матаның оң беті. Мысалы, бір бағытты алып қарасақ, түсі басқа болса, екінші бағытты алып қарасақ, түсі қоюланады. Мұны өздеріңіз байқап отырғанда, яғни оптикалық қасиеті бұда өте жоғары деген сөз. Енді бұның күрделенуін көрейік. Күрделену деген сөз бүрмелер шағып, бүрмелер түсу деген сөз. Мысалы, мен бірінші манекендегідей, осылай манекенге матаны орайын. Осылай орайымыз. Бұл матаның созылымдылығынан және ауыр салмақ ауыр болғандықтан мата өте әдемі күрделенеді. Және майда бүрмелер түседі. Мұны байқап тұрсыздар. Өте көп бүрмелер түсуі мүмкін. Мата өзі физикалық қасиеті жоғары болғандықтан күрделенуі немесе бүрмеленуі өте жоғары. Өте жоғары. Мысалға, неке матамыз бүрмеленіп, өте әдемі көрінеді көзге. Көзге әдемі көрінеді. Бұл мата өте шыдамды, бүкіл жаңа ылғалға немесе табиғаттың тосын күннің шағылысуына, күн түсуіне, ыстықтың шағылысуына бұл төзімді материал. Сол себепті бұл материалдың пайдалану уақыты өте ұзақ болады. Пайдалану уақыты өте ұзақ. Денеге жағымсыз болғанмен физикалық қасиеті, оптикалық қасиеті жоғары. Мұны көрдіңіздер, өте әдемі бүрмеленеді, салмағы үлкен болғандықтан. Әр матаның өзінің кемшілігі бар және артықшылығы бар. Өздеріңіз көргендей, органолептикалық әдіс бойынша екі түрлі матаның қасиеттерін талдадық. Сонымен талшықтардың қасиеті табиғи талшықтарда гигиеналық қасиет басым болса, химиялық талшықтарда көбінесе физикалық, механикалық қасиеттері басым болады екен. Бүгін сіздерге сабақ соңында Блум таксономиясы бойынша бекіту тапсырмаларын беремін. Төменнен бастасақ, маталардың қасиеттері туралы мәлімет жинайсыздар, матаның қасиеттерін талдайсыздар, мата қасиеттерінің сипаттамасын жасайсыздар, табиғи және химиялық талшықты маталардың қасиеттерін салыстырасыздар, маталардың қасиеттерінің сапасына қалай әсер ететіні туралы жазасыздар, және органолептикалық әдіспен, яғни қолмен естіп көру арқылы екі түрлі матаның қасиетін анықтап, соны қағаз бетіне түсіресіздер. Сонымен қорыта келе айтатынымыз, матаның қасиеттері оның талшық құрамына, яғни түріне байланысты болады екен. Матаның сапасы оның жақсы қасиеттерінің жиынтығы. Мата сапалы болу үшін оның қасиеттерін қолдану мақсатына сай келу керек. Матаның негізгі қасиеттері оның сыртқы келбетіне, бұйымды пішу және өңдеуде әсер етеді. Мата қасиеттерін органолептикалық және лабораториялық әдістермен анықтауға болады екен. Яғни мата қасиеттерінің негізгі көрсеткіштерінің ерекшелігін білу бұл бізге қажетті. Мата таңдауға көп мүмкіндік береді екен. Кері байланыс жасайсыздар. Бүгін мен білдім, мен үйрендім, қиындық тудырды және қолымнан келді. Үйге тігін өндірісіндегі материал тану оқулығынан 138-150 бетті оқып, матаның қасиеттерін толық сипаттап, жазып келесіздер. Яғни сармандық жұмыс орындайсыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.